Саламатсыздар ма? Сабағымыз бастайық. Бүгін бізде жаңа нұсқа талдау. Кері байланыс берейік. Барлығы осында ма? Иә. Жақсы, ендеше бірден бастап кетейік. Вообще уақыт жоқ, иә, кеттік. Так, ең алғашқы сұрақ, егер бәрі дайын болса. Асқар жазда көлге бармайды және тауға барады. Сөйлемінің логикалық функциясын көрсетіңіз. Алдында логикалық операциялар тақырыбын өткен кезде айтқан болатынбыз. Бізде олар тек қана мынандай А, Б деген айнымалылар ретінде ғана емес, бізге ол сөйлем ретінде де берілуі мүмкін екен. Соған өте жақсы бір мысал. Асқар жазда көлге бармайды дейді. Бармайды, яғни теріске шығарып тұр. Бола ма? Ау. Сысы бола ма? Вариантқа қарамай тұра тұрайық. Бірінші мынау қандай амал? Мысалы, А айнымалы істеп алайық. Инверсия. Теріске шығарып тұр, бармайды. Және деген қандай амал болады? Қосу. Және деген Көбейту. және деген конъюнкция болады. Міне жәнені алып отырық. Тауға барады дейді. Значит, ол терістелмейді, Иә. Аның инверсиясы көбейтілген Б. Қараңдаршы, қарапайым сөйлем секілді, бірақ бұл сөйлем бізде логикалық операцияларға қатысты. Бұндай да сұрақтар ортада келеді. Себебі пікір немесе айтылым ол сөйлем түрінде берілуі мүмкін, немесе мынандай 0 кіші 2-ден немесе 5 үлкен 3-тен деген секілді айтылымдарда болады. Олардың ақиқат немесе жалған екендігі көрініп тұр, иә. 0-дің 2-ден кіші екені ол ақиқат, ал 5-тің 3-тен үлкен екені жалған. Осы секілді пікірлермен де айтылымдармен де айтылуы мүмкін логикалық операторлар, және мынау секілді сөйлеммен де берілуі мүмкін. Және бұл жерде С варианты дұрыс екен, иә. Мына жерде А-ның терістелген Б да терістеп тұр, мына жерде терістелмеген А. Мына жерде қандай амал мынау? Д вариантындағы? Қосу, дизъюнкция амалы. Егер көбейту болғанда, ол да дұрыс болатын еді. Бұл конъюнкция С варианты дұрыс. Жақсы, кері байланыс берейік. Бәріміз ояу екеніміз білдірейік, ары қарай жылжи алатынымызды. Жақсы. Ендеше алдыға қарай жылжиық. Қызықты сұрақтар әлі көп. Электронды кестеде дейді, А1 мен С4, мынау қос нүкте нені білдіреді? Бөлу. Бөлгеніз. Excel'де қос нүкте нені білдіреді? Excel'де диапазонды беріледі, яғни аралық. А1-ден С4-ке дейінгі аралықтардағы дейді. Ұяшықтардың ауқымы көрсетілген. Бұл ауқым қанша ұяшықтан тұрады дейді. Міне, осы кезде біз Excel'де есімізге түсіруіміз керек. А, Б, С дейік мысалы, иә. Так. Және де ол жерде мына бірінші қатар жарайды саналмайды. Ары қарай біз кестені сызайық, өте әдемі қылып, иә. Қандай әдемі кесте, ровный, иә, мысалы қарап тұрсақ. Төп түзу, линейкамен сызғандай. Так, енді бұл жерде нумерациялар берейік. Мына жерден бастап 1, 2, 3, 4. Жауапты айтатындар бар ма уже айқайлап? Так, А1 деген ол мына ұяшық, иә? Осы ұяшықтан бастап дейді, С4-ке дейін. С4 деген мына жер. Яғни диапазон бізде осылайдан диагоналды түрде берілетін болса, бастапқы және соңғы нүктелері. Демек, осы екеуінің аралығындағы барлық ұяшықтар кіреді. 12 ма? 12 ма? Иә, 12. Бола ма екен анықтауға? Оңай екен ғой. Иә, оңай екен. А1 деген мына жерде, С4 мына жерде. Демек, осы екеуінің аралығындағы мынаның бойындағылар және А-ның бойындағылар түгелімен алынады екен бұл жерде. Сол себептен де бізде жауабы 12 ұяшық болады екен. Түсінікті ма, қалай анықтағанымыз? Жақсы. Алдыға жылжи аламыз ба? Кеттік ары қарай. Сұрақ көп. Excel бағдарламасындағы кесте ауқымдарының белгіленулерін атап көрсетіңіз дейді. Қайсысы дұрыс белгіленген? Excel'де бізде Д дұрыс белгіленген. Я, бұл жерде кесте ауқымы, яғни диапазон беріліп тұр. Дұрыс. Себебі бізде всегда бірінші баған әріп түрінде және жол сан түрінде. Тек осылай беріледі. Және тағы да бізді шатастыруға болатын вариант түрлері бар. Олар мысалы А, Б, С, Д әріптердің бәрі бітеді, допустим, алфавитте Z-ке дейін. Z-тен кейін сонда қандай әріппен белгіленеді? Кім айтады? Брамен ба? Жоқ, Z-тен кейін А және А болады. Анық болмай қалды. Мынандай да белгіленуі мүмкін екен. А және А 1 и ары қарай кете береді. Так, енді сұрақ, Z-тен кейін не болады?
ары қарай кете береді. А Б деп кете береді. А С А Зтен кейін не болады сонда? Б А болып бастала ма? А Зтен кейін Б А болып басталады. Я Зтен кейін ше? 3 А болады. Осыны жаттап алайық, себебі варианттарда егер бізге дұрыс Excel ұяшығының сілтемесін көрсет деп сұрайтын болса, және де бізде мынау тұратын болса, мынаны дұрыс деп ойлаймыз ба біз? Нұртас енді естіп атырым дейді. Иә, бұл қызықты және керекті ақпарат. Мынаны ойламаймыз ғой точно, иә? Жәнді бүйтіп бір А деп тұрса, осы деп ойлап қаламыз ғой, мынау дұрыс сияқты деп. А негізі жоқ. Бірінші әріп жазылады, содан кейін сан жазылады. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс екен. Және мынандай да вариант болуы мүмкін екен. Себебі бізде бағандар саны ол Z-тен ары қарай шектеліп қалмайды. Және Z біткеннен соң А деп басталады екен. Жақсы, пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Алдыға қарай жылжайық. Так, F ақиқ өрнек не ағылып жіберген? Өрнек пен ақиқат деген сөз біріктіріп жіберіпті. Ақиқат кестесінің үзіндісі берілген қандай өрнек F өрнегіне сәйкес келеді? Мына жердегі өрнектерді мына жағдайларға қойып көреміз. Және мынандай жауап шығатын болса, сәйкесінше ол дұрыс болып табылады. Енді мына амалды білеміз ба? Қандай амал бұл? Көбейту. Көбейту, иә, бұл енді всегда бүйтіп дәу болып беріле бермейді. Шрифтқа байланысты кейбір тест нұсқаларында ол бізде осылай ұшында тұруы мүмкін екен, кішкентай болып, иә. Қалғандарын бәрі бізге таныс шығар. Енді қарап шығайық. Бірінші варианттан бастап қойып көрейік. 1, 0, 0-ге мынаны қойып көрейік. X-тің мәні 1 болса, Y 0, Z 0 болатын болса, ол терістеліп 1 болады. Бірінші көбейту амалы орындалып, мына жерде 0 шығады. Мынау терістеледі да 1 болады, иә? Солай ма? Иә. 1-ге 0-ді қосамыз 1. Пока что бірінші жағдай дұрыс кеп тұр. Ары қарай. Келесі жағдайда мына екеуі көбейтіледі. 0 шығады. Мынау терістеліп 0 болады. 0-ге 0-ді көбейтсек, то есть қоссақ 0-ге 0-ді. 0. 0. Мына жерде 1. Значит, мына вариант келмейді, иә? Келесі. Так, X дейді көбейту, бірінші көбейту орындалады. Y терістелсе, мынау 1 болса, 1-ге 1 көбейтіледі, оған 0 қосылса 1 шығады. Я? Түсініп отырмыз ғой, сұрақ болса сұрайық. 1-ге мынаны терістейміз, 1-ді қосады дейді. Оған мына жер, то есть көбейтеді дейді, 1 шығады. Оған мына жердегі 1-ді қосады, 1 болады. Ары қарай, 1-ге 0-ді көбейтеді. Жоқ, 0 емес, бұл терістеліп тұр ғой, то есть. Я, дұрыс. 1-ге 0-ді көбейтеді, 0 болады. Оған 0-ді қосады, 0 болады. Үш жағдайдың барлығы да орындалып тұр. Демек, мынау вариант бізде дұрыс. Сонда да мынаны тексере салайық. Так, бұл жерде не дейді? X пен Y-ті бірінші көбейт дейді. X пен Y-ті көбейтеміз. Қанша шығады? Бірінші жағдайда. 0 шығады. Жақсы. Одан ары қарай. Мына көбейтуді орындайық. Мына көбейту. Y-тің терістелген мәні мен Z-тің терістелген мәнін көбейт дейді. 0 ма? Терістелсе екеу. Мынау терістеледі, мынау терістеледі. 1 мен 1-ді көбейтсек. 1. 1-ге мына жерден шыққан қандай амал шығып еді? Неқтан уже ұмытқандым. 0 шықты. 0 шықты. Я, 0-ге 1-ді қосамыз, мына жерде қосу амалы. 1 болады. Бірінші жағдай келіп тұр. Келесі жағдайды қарайық. X пен Y-ті көбейтеміз 0. Одан кейін терістелген мәндерін көбейтеміз. Y пен Z-тің. Так, мынау терістелсе 1 болады, мынау терістелсе 0 болады. 0 мен 1-ді көбейтсе қанша болады? 0. 0 болады. 0-ге мына жерден шыққан 0-ді қосса 0. Бұл жерде 1 шығып тұр, демек бұл болмайды. Мына жерде X пен Y-ті көбейткен бірінші, о жерден 0 шығады, оны терістелген 1 шығады, бет жазып отырайғы, ұмыт қаламыз кәз. Так, Y пен Z-ті терістеген екеуінде, бірлерді сөйтіп көбейткен 1 шығады, қосамыз, бірінші жағдай шығып тұр. Келесі жағдай. Так, 1 мен 0-ді көбейтті 0, жақшы, ана жерден 1 шықты. Екеуін терістелген мәндерін көбейтті. Мына екеуін терістелген. Өтірік айтам. Мына жерде терістеген кезде 0 шықпай ма? Себебі мынаны 1 мен 0-ді көбейтті 0 болды. Жоқ, дұрыс шығады. Өз-өзім шатастырып жатырмын. Так, мына жерде екеуін терістейміз. 0 мен 1-ді. Мынаны терістейміз 1 болады, мынаны 0 болады. Көбейтеміз 0 болады. 0 мен 1-ді қосамыз 1 болады. Мына жағдайда шығып тұр. Ары қарай соңғы жағдайды қарастырайық. Соңғы жағдайда мына екеуі де 1. Көбейтеміз қанша болады? 1.
1 болады, теріс дейміз, 0 болады. 0. 0. Так, енді y пен z екеуін де теріс дейміз. Мынау 1 еді, 0 болады, мынау 0 еді, 1 болады. Көбейтеміз, 0 болады. 0 мен 0-ді қосамыз. 0. 0. Мынау да шығып тұр ғой. Екі жауабы дұрыс па сонда? Или біз бір жерден Сонда қателестік па? тұр. Жоқ, біз бір жерден қателестік ғой. Басынан қарап көрейік. Бірінші жағдай үшін. Так, 1 мен 0-ді көбейтті 0, оны терістеді 1. Екеуін терістеді бірінші. 1 мен 1 болды, көбейтті 1. Бірінші жағдай кеп тұр. Екінші жағдайдан қателестік ау. 1 мен 0-ді көбейтті, ол 0 шықты, терістеді 1 шықты. Одан кейін мынау y пен z-ті жеке-жеке терістеді. Мынау 0 етін 1 болды, мынау 1 етін 0 болды. Сөйтіп екеуін көбейтті, 0 шықты. 0-ге 1-ді қосты, 1 шықты. Барлық жағдай шығып тұр ғой мынада. Аха. Олар, значит, өздері бір жерден қателесті. Бізде екі жауап дұрыс болып кетті. Жақсы, ендеше алдыға қарай жылжайық. Біреу бір жерден қате байқаса айтайық. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, кеттік ары қарай. Қолданыстағы дерекқорда жаңа кесте құру үшін функция дейді. Жаңа кесте құру. С варианты емес. Nef table ғой. Жоқ. Nef жаңа. Create болады. Ja. Create деген создать деген мағынаны білдіреді. Қазақша құру. Я, жасау немесе. Дерек қордың ішінде егер біз кестені құрғымыз келсе, create table командасын көмегімен құрады екенбіз. SQL тақырыбына жеткен кезде оны тексеріп көреміз, я. Жақсы. Create table'дан кейін ары қарай синтаксисында біз өріс аты және деректер типін көрсетуіміз керек. Оған әлі жетеміз. Пока что жаттап алайық. Create table бізде кестені, жаңа кестені құру үшін пайдаланатын функция. Алдыға жылжай аламыз ба? Жақсы. Әрқайсысы 32 бит немесе 4 байтпен кодталатын дейді. 240-та 400 пикселден тұратын фотосурет көлемін есептеңіз дейді. Так, 1 пикселдің көлемі сонда 4 байт деп алайықшы. Я? Мына суретте неше пиксель бар? Ол 240-та 400 болса. Мысалға, басқа мысал келтірейін. Мысалы, 3-те 4 болатын болса ол. Демек, былайынан 3 пиксель бар. Былайынан 4 пиксель бар, е? Не деген әдемі пиксельдер сабадырым. Бара-бара уродский болып барадырым. Так, 3-те 4-ті былай салайын. Мына былайынан 3, былайынан 4. Мына ол былайынан 4, былайынан 3. Демек, бұл 3-те 4. Бұл жерде қанша пиксель бар? Мына суретте неше пиксель? Ау? 12. 12 пиксель бар, 3-ке 4 көбейтті. Я, оны қалай таптық? 3-ке 4 көбейтті. 3-ке 4 көбейтті. Мына жерде демек қанша пиксель бар? Көбейтек ба бір-біріне? Е, көбейтпейміз ба? Солай табылмай ма? Сол үшін мысал келтіріп жатырмын. 9600 болады. 96 мың деген ғой, 96 мың. Тең 96 мың. Не ол бұл 96 мың деген? Пиксель, е? Так, бұның дейді, біреусі 4 байт дейді. Мына біреусі тең 4 байтқа. Сонда, бұда неше байт бар екен қалай табамыз? 4-ке көбейтеміз. 96 мың көбейту 4. Неше шығады? Ауызша есептеп жатырық па не? Дәптерге андай бағанмен 38400. 38400. Я. 8400 емес ау. Ой, ол 96 мыңнан 384 мың. аз болып қалған қалай 384 мың дұрыс қой, тағы бір нөл саласың. 9600 өтіп отқан. бәсе 384 мың. Делік. Бұл өлшем бірлігі қандай? Байт. Килобайт. Бірлігі байт. Бізде вариантта килобайт сұрап тұр. Қалай айналдырамыз? 1024-ке бөлеміз. 1024-ке бөлеміз. Сонда неше болмақ? 375 килобайт. 375 килобайт. Ондай вариант бар ма? В болады. Болды, біз жеңдік. Бағана біреу В деп айтып атты, я, вроде. Мен Өте жақсы. Так, түсіндік па қалай шыққан? Егер мынандай кеңейтілім берілетін болса суреттің, демек біз ол жердегі 1 пиксельдің көлемін білеміз. Ал бұл жерде неше пиксель екенін анықтау үшін кеңейтілімді бір-біріне көбейтеміз. Яғни мына мысалдағыдай. Мынау бізде жай ғана мысал. Бұның есепке ешқандай қатысы жоқ.
Бұл визуалды түрде бізге мынаны елестету үшін керек болды. Енді 240 мындай 4 бұрыш жасап отпаймыз ғой. Кішірек мысалмен, осылай егер бірдеңені түсінбей жатсақ, визуалды түрде салып түсініп алсақ болады екен. Жақсы, алдыға жылжи берейік. Аха, жақсы, андай тиктоктағыдай қақсатпай өзіміз реакция жіберіп жатыр екенбіз. Керемет. Логикалық схемаға қандай функция сәйкес келеді? Мәссаған, оны қалай табамыз енді? Бітті ма не сонда? Мынау қандай сызба? Мына жерде, кстати, қате кетіп қапты. Бір ғана кіріс болатын болса, бұның ішінде бір никак болмайды. Инвертор бола ма? Бұл қате. Өте қатты шатастырып жатыр ғой бізде. Бұл инвентор, значит. Так, енді бір-ақ кірісі бар, себебі бір шығысы бар. Оп, келді да көбейтуге кірді, Y тоже көбейтуге келді. Демек, X өзі кірген жоқ, X терістелді, ол көбейтілді Y-ке. Ондай бар ма? Варианты. С варианты. Бар екен. С. Себеп терістеуді біз былай да белгілесек болады. Болды, жеңдік. Болды, бітті. Осы. Кеттік алдыға қарай. Так, SQL-ден қайттан сұрақ. Select дейді. На звездочка нені білдіреді? Білетіндер бар ма? Көбейту. Жоқ, бұл жағдайда select блогын жалпы айтуым керек еді бірінші. Select блогынан соң өрістің аты жазылады. Өріс деген бізде баған. Қай өрісті біз нәтижесінде көргіміз келеді, сол жазылады. Немесе жұлдызша қойылған жағдайда select'тен соң барлық өріс дегенді білдіреді ол. Яғни результатында нәтижесінде барлық өріс көрінеді. From'нан кейін мына жерде кесте аты. Мынау кесте аты. Демек, customers кестесінің барлық өрістерін шығаруға арналған сұраныс екен. Ондай вариант бар ма? С варианты. Барлық атрибуты. Енді атрибут біздің жағдайда өріс деп атаймыз. Атрибут деп те айтсақ қате болмайды. Демек, мына сұраныс customers кестесіндегі барлық өрістерді шығаруға арналған сұраныс болды. Кеттік алдыға жылжайық. Электрондық кестеде E1 ұяшығына дейді мәссаған. A1 қосу S1 бөлінген D1 формасын енгізгендегі нәтиже. Оны білеміз ба? Мынаны жай ғана есептеп алайық, және A1-дің орнына A1 ұяшығында тұрған санды қойайық. Сонда неше шықпақ? Қалай болмақ сонда? 30 қосылған 15. Неге? Егер барлығы қатар тұратын болса, бірінші қай амал орындалады? Бөлу амалы. 7,5 ағай. 37,5. Көбейту орындалмайды. Бұл жерде көбейту жоқ қой. Бөлу отбасы. 37,5. 37,5. Ал енді басқаша орындап көрейікші, бағана біз ойлағандай. Ондай вариант кездесе ме екен? A1, яғни бірінші 30-ға қосып көрейік 15-ті. Содан кейін барып оны D1-ге, яғни 2-ге бөлсек не болады екен? 22,5. Ол вариант мына жерде тұр, көрдіңдер ме? Мені қалай шатасуға болады, егер бұлардың орындалу реттілігін білмесек. Бұлар сондайға бізді ұбытының өзінде де байт етіп жазып қояды. Біз тұрамызда асығыз. Мынаны көреміз, 30-ға қоса саламыз, 15-ті 45 бола қалады. 12-ге бөлеміз, на вариант бар екен, болды емес па деп белгілей саламыз. Ал шын мәнісінде бұл жерде реттілігіне қарау керек. Көбейту, бөлу дегендер бірінші орындалады. Сосын барып қосу, азайту орындалады екен. Жақсы, түсіндік пе? Кеттік алдыға қарай. Жақсы, кері байланыс беріп отырайық. Бірақ адам ояу ма, қалғандар қайда? Желінің бір-біріне тікелей жалғанбай, желілік бейімдеушілікке адаптер жалғану арқылы байланысу қай топология түріне жатады дейді. Сонда ол қалай? Кім айтады, бұл тақырыпты біз өткенбіз? Шина ма ағай? Жоқ, шинаның бұл... Ярышалық қар. Шина емес. Шинада қалай жалғанады? Шинада бәрі бір-біріне жалғанбай ма? тізбек арқылы. Бір сызықта жалғанады ғой, шинада. Аңғарыңдар, мынандай бір адаптер бар дейді. Не бар? Жұлдызша. Жұлдызша. Коммутатор ма? Сондай емес пе? Аңғарсыңдаршы мені? Коммутатор. Бейімдеуіш адаптер дейді. Иерархиялық емес па ағай? Жоқ. Иерархиялық деген ол бүйтіп компьютер тұрады, оның астында 2 компьютер тұрады. Міне осы иерархия. Ал жұлдыздардан тағы да жұлдыздарға бір-біріне жалғанып тұрса, ол иерархиялық жұлдыз болатын еді. Сақина ма? Жоқ, біз уже белгілеп қойдық қой жұлдыз екендігін. Міне жұлдызда ортада бір құрылғы тұрады.
түсіндік пе? Бір-біріне тікелей жалғанбай дейді. Адаптер арқылы жалғану дейді. Значит, міне мынандай ортада құрылғы бар деген сөз ғой. Сол құрылғы арқылы олар жалғанып тұрса, демек бұл топология түрі жұлдыз деп аталады. Сурет ұқсады ма? Әдемі. Точный сурет екен, кітапқа енгізіп қою керек мына суретті. Кеттік ары қарай. Суреттің HTML құжатына енгізу үшін қолданылатын пәрмен дейді. Пәрмен деген орысша команда деген сөз ғой. Суретті Екіншісі. енді Екіншісі. логично, img деген, image деген сөз ғой. Бұл және жұп тек, өтірік айтамын, тақ тек, img тегі. Яғни бұның жұбы жоқ. Мына жерде a тегі бізде сілтеме үшін қолданылады, a тегі. Так, body бұл сайттың денесі, контенттік бөлігі, input енгізу. Бұл жерде суретке қатысты, бізде сурет сұрап тұр. Суретке қатысты ол бізде img. Және src деген саурыстан қысқартылған, яғни файлға апарар жолды, файл атын кеңейтілуімен, немесе егер сурет веб-ресурста орналасқан болатын болса, оған апаратын сілтемені көрсетеді екен. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Мәссаған, уже 11-ші сұрақта жүр. Қалай ола? Анамның туған күні жазда деген сөйлемнің ақпараттық қасиеті дейді. Нақтылығы. Жазда екен, нақты емес қой. Мысалы, нақтылық деп, адамның туған күні, Толық мысалы, емес. шілденің 10-ы десеші. Толық емес. Өзектілігі. Толық емес бұл. Дұрыс. Егер анамның туған күні шілденің пәленшесі күні десе, ол нақты болатын еді, толық болатын еді. Ал бұл жағдайда жазда деген толық емес сөйлем. Түсіндік пе? Бұл жерде интуитивті түсінікті, логически түсініп алуға болады бұндай сұрақтарды ақпарат қасиеттеріне қатысты. Бірақ бұл өте спорный тақырып, ақпарат қасиеттері деген. Арман ПВ мен Атамұра баспалары екеуі екі түрлі бір-біріне қарама-қайшы шығып тұрып айтады. Именно мына нақтылық пен дәлділік туралы. Нақтылық пен дәлділік екеуі екі түрлі дейді Арман ПВ-да. Ал Атамұра айтады, ол екеуі бір дейді. Нақтылық жақшаның ішінде дәлдік деп жазып қояды. Ал енді ойланыңдар содан кейін. Бұл бойынша алдыңғы жылы ұбт-да апелляциялық сұрақ ұбт-ның өзінде кездескен. Сол себептен бұл жылы ол бола қоймайды. Себебі тест-центрде жалпы адамдар бір қателікті екі рет жасамайды ғой. Олар келесі жылы басқа қателік жасайды. Жаңасын. Так, ары қарай кеттік. Төмендегі функциялардың қайсысы Pythonда жолды тізімге айналдырады дейді. Мәссаған. Тізім деген не еді өзі? Python'да өтпедік, әлі жете қоймадық, жақын арада жетеміз. Тізім деген Python'да лист. Бұл лист функциясы Python'да жолды тізімге айналдырады. Лист деген тізім. Аудармасы да дәл солай аударылмайтын бет. HTML де сондай, OL деген ordered list, UL unmarked list. Я, вроде емес, точно лист деген тізім деп аударылады. Және Python'да лист деген функция бар. Ол тізім, жолды тізімге айналдырады. Жақсы, алдыға жылжимыз ба? Я, кеттік. Unicode кодтауда дейді, әр таңбаға 2 байт бөлінеді дейді. Осы кодтаудағы 26 таңбадан тұратын сөздің ақпараттық көлемін анықтаңыз дейді. Мәссі, оны қалай табамыз? Табыламыз бұны өзі. Әр таңбада 2 байт, яғни бір таңба, бір символ. Тең болса 2 байтқа. 416. 26 символ болатын болса, 26-ны көбейтеміз. 2-ке қанша болады? 52. Өлшем бірлік? 52. Байт. 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 Ал битке қалай айналдырамыз? 8-ге көбейтеміз. 8-ге көбейтсек, битті аламыз қанша? 416. Қалай шыққан түсіндік па, не үшін көбейткеніміз? Себебі біз үлкен өлшем бірліктен кішісіне айналдырдық. Үлкеннен кішісіне айналдыру кезінде бізде көбейту амалы қолданылады. Және екеуінің айырмашылығы 8, сол себептен де 8-ге көбейттік. Керемет, бұл тақырыпты өткенбіз. Мәссаған, Python. Енді не дейді бұл жерде? Қандай нәтиже аламыз дейді? X тең trueға, Y тең falseға дейді, Z тең falseға. Not деген, бұл жерде енді логикалық операцияларды білеміз. Бұл жерде логика барлығында бірдей жұмыс жасайды. Not деген терістеу. Or деген бізде немесе. Демек,
Егер дейді x not, x бізде true етін, not терістелсе, ол не болады? False. False. False бол, жалған болады. Жалған x яғни мәні қазір. Немесе y и так жалған етін. Жалған немесе жалған нені береді? Жалған. Жалған. Демек, мынау шарт түгелімен орындалмайды. Сәйкесінше оның ішіндегі команда орындалмайды. Келесі, not x дейді, true етін false болады, я? 0 деп жазып қойын. Or дейді, not y and z дейді. Жоқ, not y бөлек алынады. Not y деген бізде y false етін, ол true болып кетеді. Яғни бұл жерде 1 болады. And z false етін 0 етін. 1 мен 0-ден көбейтінсе не шығады? 0. 0. Демек, бұл жерде мынау шарт орындалмайды. Сәйкесінше мына командада орындалмайды. Келесі, not x дейді 0. Or дейді y, or дейді not y. Мына жерде y-тің мәні 0 етін, мына жердегі y-тің мәні not болатын болса 1 болып кетеді. And x-тің мәні бізде true. Бұл жерде бірақ реттілік бойынша мына терістелулер орындалады бірінші. Одан кейін көбейту орындалады. Демек, 1 мен 1-дің көбейтіндісі орындалады. 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1-ді береді. Солай ма? Иә. Одан кейін мына екеуінің арасындағы дизъюнкция нені береді? Қосу. 1-ді. 1-ді. Мына екеуінің арасындағы дизъюнкция 1-ді береді. Демек, 3 шығады бізде. Себебі мынау шарт ақиқат болды, сол себептен де бізде мынау команда шықты. Бірақ, егер мынаның еш қайсысы ақиқат болмаған жағдайда else орындалатын еді. Және 4 шығатын еді. Ал бізде мынау шарт ақиқат болып шықты, сол себептен де экранға 3 шығады. Анау else мынаның еш қайсысы орындалмаған жағдайда орындалатын еді. Түсіндік пе? Жақсы, алдыға қарай жылжайық. Сұрақ болса сұрайық. Так, s тең 0-ге дейді. 4k in range минус 2-ден 8-ге дейін дейді. S тең s плюс 2 көбейтілген k, print s дейді. Бұл жерде біз трассировкасын жасауымыз қажет. Бұл жерде k-дің мәндері минус 2-ден 8-ге дейін. Яғни, k-дің мәндері минус 2. Ары қарай өсу ретімен 8-ге дейін қалай болады? Минус 1. Минус 1. 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Мынау k-дің мәндері. Осы әр итерацияда k-дің мәні осы сандарға тең болады. Енді s-тің мәні ауысып отырады. Соңында бізден s сұрап тұр. S бастапқыда 0 етін. Келесі, мынау минус 2 үшін орындалатын итерацияда s-тің мәні қазір ауысады. S-тің жаңа мәні дейді, тең болады дейді. Так, 2-ні k-ны 2-ге көбейтсек қанша болады? K бізде мына жерде минус 2. Минус 2-ні 2-ге көбейтсек қанша болады? Минус 4. Минус 4. Минус 4 болады. Оған қазір қосамыз s-тің қазіргі мәні 0 міні. Минус 4-ке 0-ді қоссақ? Минус 4. Минус 4. Келесі, ары қарай жалғастырамыз. S-тің мәні минус 4 болып сақталып қалды. Минус 1 болған кезде k. S тең болады. Бірінші 2 көбейтілген k. Яғни мына минус 1-ді 2-ге көбейтсе қанша болады? Минус 2. Минус 2. Оған қосамыз минус 4-ті. Яғни минус 4 қосу минус 2, я? Демек, мынау минус болып кетпей ма? Плюс пе минус? Минус болып кетеді, я? Ақы. Минус 6. Минус 6 бола ма? Иә. Ары қарай. Қазір мынау 0 деген ол k-ның мәні. Келесі s-тің мәні тең дейді. 2 көбейтілген k. 0-ді 2-ге көбейтеміз. 0. 0. S-тің қазіргі мәні минус 6. Минус 6 қосу 0 тең. Минус 6. Минус 6. Ары қарай s тең. Уже түсініп алдық, қалай шығаратымызды. S-тің қазіргі мәні минус 6. Оған қосамыз. 1-ді 2-ге көбейтсек? 2. 2 тең. Минус 4. Минус 4. Осылай кете береміз. S тең минус 4 қосу 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4 тең 0. S тең 0 қосу 3-ті 2-ге. 6. 6 шығады. 6. S тең 6 қосу 4-ті 2-ге 8. 14. 14.
S тең 14 қосу 5 текке 10. 10, 24. Так, S тең 24 қосу 6 текке 12. 12, 36. 36 ағай. S тең 36 қосу 14. 50. 50. 50. 50 шығады ағай. 50 шарт. 50. Мына 8-дің өзі кірмейді. Себебі бізде бастапқы минус 2-ден 8-ге дейін болған жағдайда соңғы санның өзі кірмейді. Мен оны жазып қойып мына жаққа әдемі қылып. 8 кіру үшін бұл жерде 9 тұру керек еді. Түсіндік пе? Иә. Иә, мынау параметрінде, яғни for функциясына, for циклына қатысты range функциясында егер 2 сан берілетін болса, бірінші сол бастапқы мәні өзі кіреді, екінші санның өзі кірмейді. 8 жазса 7-ге дейін ғана орындалады. Және үшінші параметр болуы мүмкін, ол қадам. Қадам дегеніміз, мысалы мына жерде 1, 10 және 2 деп берілетін болса, 1-ден 10-ға дейін 10-ның өзі кірмейді, яғни 9-ға дейінгі әрбір екінші сан. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 болатын болса, бірінші сан өзі кіреді, одан кейінгі екінші сан кіреді, одан кейін мына екінші сан кіреді, мыналар кірмей қалады. Түсіндік па, қалай жұмыс жасайтын? Себебі қадам 2. Бұл қарапайым мысал. Так, 50 деген вариант бар ма? Бар, жеңдік. Бірақ мына нәрсеге мән берейікші, қараңдар. 50 деген вариант бар. Және 8-ді кіргізіп сана жіберсек, біз білмедік мына ереже, мысалы 8-дің кірмейтінін білмей қалдық. Өйтіп сана жіберсек, ондай вариантта тұрады. S тең 50 қосу 8-2 16 ма? Қанша? Ондай вариант жоқ екен, жолымыз болып кетті. Болғанда бағанағыдай, шатасатын екен. Жақсы. Ары қарай жалғастыра аламыз ба? Керемет. Біреу нұр өте қатты шулап жатыр. Так, алгоритмнің түрлерін көрсет дейді. Білеміз бе алгоритм түрлерін? Сызықтық, тармақтау, циклдік. Сызықтық, тармақталу, циклдық. Мына жерде қайталану деген өмірде жоқ, шарттық деп аталмайды. Шарты бар цикл, тармақталу деп аталады. Көрсеткіштік деген жоқ. Қайталану деген ол циклдық. Қалғаны дұрыс. Міне, дұрыс жауап. Сызықтық, тармақталу, циклдық. Сызықтық деген командалар рет-ретмен орындалады. Мынау сызықтық міне. Ал тармақталу деген ол командалар міне. Мынау басы, мынау бірдеңе енгізді, сосын шарт. Шарт ақиқат болса басқа команда орындалады. Шарт жалған болса басқа команда орындалады. Соңы мына жерде болуы мүмкін. Немесе соңы мына жерде болуы мүмкін. Мынау тармақталу. Мынау сызықтық. Мынау тармақталу. Цикл дәл осыған ұқсас. Бірақ белгілі бір шарт жағдайында ол қайтып осыған келеді. Мынау циклдық. Түсіндік пе? Кеттік ары қарай. Мынау көрінеді ма? Жақындатып қарайықшы. Көрінеді. Жазулар оқыла ма? Иә. Керемет. Енді қарайық. Create table бағана айттық. Бұл қандай команда еді? Қосу ғой. Жаңа кесте. Бұл кесте құрады, дұрыс айтасыңдар. Жаңа кесте құрады. Бағана және мен айтқанмын, есімізде болса, оның ішіндегі мәні, жақшаның ішінде бірінші мынау өрістің аты, мынау оның деректер типі. Өріс аты, деректер типі. Өріс аты, деректер типі. Және өріс аты. Жай ғана. Сонда бұл жерде қанша өріс болып тұр? 5, 4. 4 өріс. Өтірік айтам. Мына жақтан біткен жоқ қой, date бар ғой әлі. Number date екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бол дегенмен бітіп тұр. 6 өріс бар екен. Түсіндік па өрістің санын қаяқтан білгеніміз? Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пәні деген екеу бір сөз ғой. Себебі бізде міне жерде бірінші өріс аты тұрады.
Одан кейін деректер типі тұрады и дальше өтір арқылы дәл солай жалғаса береді екен. Енді ары қарай жалғастырайық. Келесі insert into командасы біздің кестемізге жаңа жазба қосады. Бір insert into, бір жазба қосып тұр бұл жерде. Қанша insert көріп тұрмыз? 1, 2, 3, 4, 5. Демек, 6 өріс 5 жазба қосылды бұл жерге. Түсіндік пе? иә. Ондай вариант бар ма? Абарата. Қалай анықтағанымызды түсіндік па? Себебі create'тің ішінде мынау өріс аты бірінші жазылады. Мыналар міне одан кейінгі жазылып тұрған. Деректер типі. Бекер жазып жатыр ма? Бұны көрінбейді ғой қазір бәрібір. Өріс аттары жазылады всегда міне. Өріс аттарын астарын сызып қойдық та, санап шыға салдық. Insert бір рет бізде бір жол қосады, жазба қосады, яғни сол себептен инсерттерді санай салдық, таптық. Жеңдік па? Алақай. Жеңдік. Кеттік алдыға жылжық. Оп. Логикалық схемаға қарап, логикалық өрнек құрыңыз. Мәссә, мынаны істей алмаймыз ау. Бітті. X көбейтілген X терістелген бәрібір X қосылады. Көбейтіледі. бірінші аға X көбейтілген жақшаға С болады ғой, С. Мынаны бірінші алып алайық. X пен Y көбейтілсінші бірінші. жақшаға аламыз. Сосын. Мынау қандай амал? Қосу Қосылады. X терістелген Y. Неге Y? Міне X қана теріс. Y. Ондай вариант бар ма? Мыналардың орнын С ауыстырғанда болады. мәні ауыспайды. С-да так. Терістелген X қосу Y пен X-тің көбейтіндісі, иә, болды дұрыс. Болды, жеңдік. Алақай. Жеңдік. Сұрақ. Жоқ. Кеттік. 20-шы сұрақ. Не деген жылдам едік. Әр операцияны орындауға қатысатын арифметикалық логикалық құрылғының регистрі. Регистр деген ішкі жад. Сумматор емес па? Дәл солай, жады. Ал сумматор деген бізде алқының регистрі. Регистрия деп қазақша жазып қояйық. Сумматор болды, жеңдік. Шина деген өткізгіштер тобы. Регистр деген ішкі жады. Адрестік регистр адрестерді сақтайды. Сұрақ. Жоқ. Жаттап алайық бұны жай ғана. Осы эфирдің жазбасын жіберем, және осы сабақтың слайдын жіберем, то есть осы нұсқа талдаудың. Қарап шығайық міндетті түрде, ол Кеше сабақтың записі бар ма, или ютубқа салмайды сол? кеше қандай сабақ бізде ДНС па? Иә. Қазір көрейін, болу керек. Или жоқ ау запись. Болса салам, жіберем. Бүгін салам. Так, 4 мегабайт ақпарат дейді. 256 килобайттан неше есе үлкен дейді. Бүгінгі біздің соңғы сұрағымыз ау осы. Қалай анықтаймыз? Уже жауап айта салатын ше, Нұртас. Есептеу үйретсе бізге, бізде білейік. Тез жауап беріп үйренейік. Қандай вариант дедің, Нұртас? Қайттан мен көрмей қалдым. 16. Бұл вариант. Нұртас С емес. Енді есептеп көрейік. 1024-ке көбейтеміз ба? 4-ті көбейтеміз 1024-ке, оны потом бөлеміз 256-ға бұл. Тең не болады? 496. Бұл бізде өлшем бірлік қазір килобайт па? Иә. Енді бұны бөле салайық сразу осы жерде 256-ға. 56-ға тең 16 шығады. Болды. 16 есе көп. Үйретсе бізге де, бізде тез шығарайық. Ой дейді. Сәл қалды. Почти. Nice try. Кеттік ары қарай. Сыңарсыз тектерді көрсетіңіз дейді. Сыңарсыз деген дара. Бағана мен біреусін айтқам солардың. Ау. Да. Я, мен бағана AMG-ді айтып едім ғой, дара деп. Да. HR тоже дара. HR не істейді, кім біледі? Мына жерде итак көрініп тұр, қараңдар. Жұп тек болып тұр өзі. П ашылған, П жабылған. HTML ашылған, HTML жабылған. Ашушы тек пен жабушы тектің арасындағы айырмашылық мынау слэшта. Мына жерде де мен ашылған, жабылған. Мына жерде екі бөлек тек. Тақырып па? HR
Жоқ, бұл сызық, көлден ең сызық сызатынандай. Кеттік ары қарай. Сіз қайсысын айтасың? H1 деген тақырып. HTML ол HTML тілінде жазылатын көрсетеді. P параграф немесе абзац. Сұрақ? Жоқ. Жоқ. Кеттік. Мынау точно бүгінге соңғы сұрағымыз шығар. Компьютерді пайдаланушыларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге көмектесетін. Бұл тақырыпты өткенбіз. Мәселе шешуге көмектесетін қандай программалық жасақтама? Операциялық. Ондай жоқ бұл өмірде. Қолданбалы. Инструменталды. Қолданбалы. Инструменталды не істеуші еді? Python'дар емес па? Жаңа программа жасайды, дұрыс айтасыңдар. Мына жерде Python туралы айтып отқан жоқ қой. Бұлар жаңа программа жасауға арналған программалар. Жүйелік ше? Драйверлер дегендер ғой. Иә, Windows драйверлер, операциондық жүйе. Бір сөзбен айтқанда алдын ала орнатылған, мынаны өзі орнатады, а мынау программа жасайды. Кеттік, точно соңғы сұрақты қарайықшы. Міне. Осы сұрақ біздің төбімізге жетеді. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1-ді 10-дыққа айналдыр дейді. Қалай айналдырамыз? Басына коэффициенттерін жазып аламыз. Дәрежелер қойып шығарасыз. 0, 1, 2 ғой. Білем ғой. 2-нің дәрежелері емес болды, түсінікті осында. Бәрінің квадратын қосып шығады деп ойладым. Так, енді мына 2-нің 0 дәрежесін астындағы 1-ге көбейтеміз. Қанша болады? 1. 1. Қосамыз мына жердегі 0-ді. Себебі 2-нің 1 дәрежесі 2, оны 0-ге көбейттік. 0. Осы 2-нің квадраты. 4. Қосу 8, қосу 0, қосу 32. Дұрыс жазып жатырмын ба? Келесі санды айтыңдаршы. 64. 64. Келесі 28. 28. Мәссаған. 23. Есептеген бәріміз есептеп қойдық қой. Қанша? 325. Қай өлшем бірлік? Жылдам айтыңдаршы кән. Ондық. Екілік санау жүйесі. Ондық. Біліп едім шатасатымызды. 10-дық санау жүйесі, иә. Жеңдік па? Жеңдік. Жеңдік. Неткен бақыт. Ура! Yes. Так, программалау соңында қандай нәтиже шығады? Хорошо, бұл жерде шарт. Ау? В бар этого. Ашин мынау теріс сан болған үшін ба? Вроде солай. Шартқа қарақ. Егер дейді А 0-ден үлкен болса дейді, оң сан шығады. А 0-ден үлкен ба? Жоқ. Ағайсысы ма? Элиф дейді. А 0-ге тең болса дейді, 0-ге тең деген шығады дейді. А 0-ге тең ба? Жоқ. Жоқ. 0-ге тең емес. Ал else деген не айттың бағана else туралы? Жауаптар шықпаса, else-ын жауап шығады дедім. Мынаның ешқандай шарты жоғарыда орындалмаса, else орындала салады. Сол себептен де мынау шығады. Енді біз точно жауап бердік. -10 болған үшін емес. Мына жерде шартты қате жазып қойған болуы мүмкін еді ол. Сондай кезде біз тұзаққа түсіп қалатын еге. Өте олқылық болатын еді ол. Бұлардың теріс пиғылы жүзеге аспай қалды. Бәрекелді. Пақ шіркін. Дөп түстіге. Жақсы, сұрақ бар ма? Жоқ. Осындай әдемі 25-ші сұраққа кеп тоқтайық. Негізі сұрақ жетеді, қарай берсек, бұл өмірде, бұл жалғанда. Бірақ біз 25-ке кеп тоқтадық именно. Мүмкін тағдыр сондай шығар, Сауық бітті, егер ешқандай сұрақ жоқ болатын болса, сау болыңдар. Ай, кешегі записьте сақ болдық қой. Салам, бірге салам. Или сап қойыппын ба? Жоқ, салмаңыз ютубқа. Болды, қазір салам, уайымдама, бәрі жақсы болады. Жақсы, сау болыңдар. Жақсы, саламыз. Сау болыңыз ағай.